Сәлеметсіңдер ме, бірінші сынып оқушылары? Здравствуйте, ребята! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балмұздақ. Тема сегодняшнего урока – мороженое. Ребята, обратите внимание на скрепку. Здесь у нас новые слова, которые мы с вами сейчас прочитаем, повторим и выучим. Первое слово. Бірінші сөз. Қандай. Это слово вопросительное. Означает какой, какая, какое. Тәтті. Это значит сладкий, сладкое, сладкое. Суық. Это значит холодный, холодное, холодное. Давайте повторим и выучим. Қандай. Қандай. Тәтті. Тәтті. Суық. Суық. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді, балалар, берілген сөйлемдерді оқиық. Теперь давайте прочитаем предложение. Здесь у нас Алмабек задает вопрос, а девочки здесь отвечают на вопрос. Так, прочитаем сначала вопрос Алмабека. Балмұздақ қандай болады? Он спрашивает, каким бывает мороженое? Так, Жұлдыз отвечает, балмұздақ тәтті. Мороженое сладкое. Айсұлу отвечает, балмұздақ суық. Мороженое холодное. И Инкар отвечает, балмұздақ дәмді. Мороженое вкусное. Давайте прочитаем сначала. Балмұздақ қандай болады? Балмұздақ тәтті. Балмұздақ суық. Балмұздақ дәмді. Жарайсыңдар. Ал енді, балалар, берілген кесте бойынша сөйлемдер құрастырайық. Давайте составим предложение по схеме. Первое слово у нас везде мороженое. А как мороженое на казахском, ребята? Правильно, балмұздақ. Значит, первый у нас будет вопрос. Балмұздақ қандай? Это значит мороженое какое? Остальное у нас ответы. Балмұздақ суық. Мороженое холодное. Балмұздақ дәмді. Мороженое вкусное. Балмұздақ тәтті. Мороженое сладкое. Давайте прочитаем сначала. Басынан бастап оқиық. Балмұздақ қандай? Балмұздақ суық. Балмұздақ дәмді. Балмұздақ тәтті. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді диалогтарды оқиық. Давайте прочитаем диалоги. Первый диалог. Сен балмұздақ жейсің бе? Ты ешь мороженое? Я, мен балмұздақ жеймін. Балмұздақ тәтті. Да, я ем мороженое. Мороженое сладкое. Второй диалог. Сен балмұздақ жейсің бе? Жоқ, мен балмұздақ жемеймін. Балмұздақ суық. Ты ешь мороженое? Нет, я не ем мороженое. Мороженое холодное. Давайте еще раз прочитаем. Тағы бір оқып шығайық. Сен балмұздақ жейсің бе? Иә, мен балмұздақ жеймін. Балмұздақ тәтті. Сен балмұздақ жейсің бе? Жоқ, мен балмұздақ жемеймін. Балмұздақ суық. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді, балалар, айтыңдаршы, сендер бұл сұраққа қалай жауап бересіңдер? Ребята,
А как вы ответите на этот вопрос? Сен балмұздақ жейсің бе? Я отвечу так. Иә, мен балмұздақ жеймін. Балмұздақ дәмді. Теперь вы ответьте. Жарайсыңдар балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. До свидания, ребята.